Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Ақмарал. Бүгін біз сіздермен шакшука дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бұрыш, қызанақ, пияз, сарымсақ, жұмыртқа, азғана аскөк керек болады, және де тұз, дәміне қарай керек. Ең бірінші барлығын жақсылап көбіктеп турап аламыз. Табамызға ас майымызды құйып аламыз. Ең алдымен табамызға пиязымызды салып, жақсылап турап алатын боламыз. Барлығын осылай майда етіп, көбіктеп турап шығамыз. Енді қызанағымызды майда етіп турап алатын боламын. Бұны күштен де өткізсеңіздер болады. Өйткені бізге бұның шырыны қажет. Пиязымыздың үстінен осылай бұрышымызды салып, араластырып турап аламыз. Бізде мына пиязымыз бен бұрышымыз қуырылды, енді қызанағымызды саламыз. Оның үстінен сарымсағымызды салып, бәрін бірге қуырамыз. Дәл осы кезде тұзым мен қара бұрышымды екеуін араластырып аламын. Дәміне қарай көресіздер, өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Енді отын азайтып, табамыздың астындағы жұмыртқамызды салатын боламыз. Бетіне аскөгімді сүйіп шығамын. Енді барлығын салып болдық. Енді төмен отта 10-15 минут тұратын болады. Бетін жауып қоямын. Ал менде осылай шакшукам дайын болды. Ас болсын. Сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.